уақыт бұл әлі толық зерттеліп бітпеген өте маңызды субстанция. Бізге қарапайым ғана күнделікті өтіп жатқан ақын ретінде елестейді. Дегенмен дәл осы тоқтаусыз өтіп жатқан уақыттың да таңғаларлық оқиғалардың болып жатқанын байқауға болады. Мысалға, 2006 жылы Хакан Нордквисттің оқиғасы. Оның айтуы бойынша барлығы 30 тамызда басталды. Мен жұмыстан шаршап қайттым және де қарсы бөлмеде асхананың едені суға толғанын байқадым. Содан соң өзімнің құралдарымды алып оны жөндеуге кіріскенімде оған шкафтың ішіне кіруге тура келді. Мен оның ішіне кірген кезде ұзыннан ұзақ туннельді байқадым. Ол туннельдің соңына қарай бір жарықты түскенін көрдім. Ол жарықтан әр аттағанда мен болашақта екенімді түсіндім. Дәл қарама-қарсы алдым сағат болды және де календар тұрды. Қарағанымда 2042 жылдың түскі сағат 1 болған көрсетіп тұрды. Әрине, бұл мен үшін өте таңқаларлық оқиға болды. Ары қарай жүргенімде үлкен егде кісіні байқадым. Ол кісінің айтуы бойынша Хакан Нордквисттің болашақтағы өзі екенін айтады. Бұл пранк па, әлде бір ұйымдастырылған оқиға ма деп сұрағанда, бұл ешқандай да оқиға емес, мен сенің 72 жастағы болашағыңмын дейді. Және де ол бұл оқиғаға сенбейді. Ары қарай сөйлесе келе, мән жайды біле келе, оны ешкім білмейтін құпиясы бірінші сыныбындағы құпияларын айтқан кезде ғана сенеді. Тіпті ол екеуінің әлі өшпеген татуировкалары болды және де ол өзінің кішкене ғана ұялы телефонымен сапасыз видеоны түсіріп үлгереді және де әлі күнге дейін осы видеоны көрсетіп келеді. Оған сіз сенесіз бе, сенбейсіз бе, өзіңіз білесіз. Дегенмен бұл оқиға 2006 жылы болған оқиға. Телефонның 20 пиксель, яғни төменгі сапада түсіретіндігін байқап отырған боларсыздар. Бұл оқиғаны арнайы ұйымдастырылған оқиға ретінде де қарастыруға болады. Дегенмен де Майк Тайсонның мына бір жекпе-жегіндегі ұялы телефон, яғни камералы ұялы телефонмен түсіріп отырған және де Чарли Чаплиннің киносындағы мына бір телефонға ұқсас құрылғыларды көргенде уақыт машинасының бар екеніне шүбә келтіре алмай қаламыз. Өзіңіз кішкене ой түйіп көріңіз және де сенесіз бе, сенбейсіз бе, оны комментарийда қалдырып көріңіз. Бұл жай ғана бізден сізге айтылар ақпарат.